Негізі жиналып жатқанына өзіміздің жылда отбасылық осындай мерекеміз жиналады. Атамыздың 9 май соғыс ардагері 9 майға жиналушы еді. 78 жыл болды атамыздың соғысына неғылғалы. Енді бүгін тағы 7 май. Ерлі-зайыптыларымыздың, еркектеріміздің күні құтты болсын, елдер сау болсын. Соған арнайы бүгін сырбаз пісіп жатыр. Мына қараңыздар, мынандай сырбаз жеген де бар, жемеген де бар. Здравствуйте, 9 мая. Керемет сырбаз, мына келіндер бәріміз жабылып пісіріп, сөйтіп тойлайық деп жатыр. Честен, оны да қосып қойғансың ба?